Енді осы жер беті қарасақ, тағы да планеталар бар. Білеміз, е? Юпитер деп қояды, Марс деп қояды. Юпитер жердің алдында өте үлкен диаметр. Оның алдында жер түк болмай қалады. Бірақ ешкім өмір сүріп жатқан жоқ. Ал күн бұлардың бәрінен үлкен. Күннің үлкенін білесіз, қарасаңыздар, кітапта көрген шығарсыздар, 200 литр қазанға тары тастағандай боласың да. Жер оның қасында түк емес. Ал сөйткен күннің алдында басқа жұлдыздар бар, осы біздің өзіміз галактикамыздың өзінде табылған. Ол жұлдыздардың үлкендігі сондай, оның қасына күнді қоятын болса, үлкейтіп размерін. Күн көзге көрінбейді екен. Жоқ болып кетеді. Анау жұлдыздың үлкендігінен. Анау күн көзге көрінбей қалады. Бірақ ол біздің қазіргі тапқан жұлдыздарымыз. Ғалымдар, мұсылман емес ғалымдар, аспан зерттеп жүрген ғалымдардың өздері түсінбейді. Не бәле мынау? Не деген бітпейтін нәрсе мынау? Өздері жазып қойыпты. Эти размеры нам не понять дейді. Неменеге жаратылған осындай дәу-дәу нәрселер? Ешкім өмір сүріп жатқан жоқ. Айналып жүр бәрі. Ор бір галактикада болып жатқан дүниелер. Ал 250 миллиард галактиканың табылғанын хабардар болып отыр. Енді бұл біз жай ғана аспан ғой. Дұрыс па? Жер. Кетіп жатыр, қандай алып? Ал ona күн көрінбей қалғаннан кейін бір жұлдыздың қасында жерде әңгіме қылмай-ақ қойсақ та болады. Білмеймін ол не болып кеткен. Енді бұл біз білетін, ал одан бөлек Құранда қандай нәрселерді хабарлаған? Күрсі деген нәрсе бар. Не болды онда ол? Күрсіден жоғары аршы деген нәрсе бар. Онда оның алыпты қандай болды? Ал сол аршыны қазір 4 періште көтеріп тұр. Ойлаңыз, қандай періште? Қандай размер? Кейбір періштелер бар. Егер оның бір иығынан құлағына дейін жүйрік құс ұшатын болса, 700 жыл уақыт өтіп кетеді екен. 7 күн емес. Қазір 7 күннің ішінде жерді айналып шығуға болады. 700 жыл өтіп кетеді. Дәу періштелер бар. Аршы енді біздің санамызға сыймайтын, ол жерде біздің математика жетпейді ол. Сол үлкен аршыны 4 періште көтеріп тұрды. Қияметте 8 періште көтереді. Яхмилу арш раббика йаумайдин самания деп келеді. Қиямет күнінде 8 періште көтеретін болады дейді. Үлкен нәрселер. Сондай періштелердің алдында Аллах Тағала елеусіз адамға көңіл бұрғаны қандай ғажайып дүние. Субханалла. Сонда 250 миллиард галактиканың алдында күн системасы түк емес болып қалды. Күн системасындағы үлкен жұлдыздың алдында күн түк емес болып қалды. Күннің алдында Юпитер түк емес, Юпитердің алдында жер түк емес. Сонда енді көрінбей қалатын жерге келейікші. Бір жер деген планета бар екен. Жер деген планетада Қазақстан деген ел бар екен. Кішірейіп баратыр ғой. Қазақстан деген елде Шымкент дейтін қала бар екен да. Специально айтадым, ең адам көп тұратын жер ғой. Шымкент деген қала бар екен. Шымкент деген қалада бір көше бар әйтеуір. Абай дейтін көше бар шығар, бәр жерде бар ғой. Абай көшесі бар екен. Абай көшесінде 5 этажды бір үй бар екен. Ол кішірейіп баратыр. Сол 5 этаж үйдің ішінде 2 бөлмелі бір квартира бар екен. Сол квартираның ішінде бір диван тұр екен. Сол диванның үстінде бір адам отыр да. Үйші ойланып қояды, намаз оқиын ба оқымайын ба деп қояды. Кімге қиын қылып жатыр? Кімге қиын қылып жатыр ол? Құдайдың несі кетеді оны оққан оқымағаннан? Аллах айтады: "Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум." Жақсылық қылсаңдар өздеріңе жақсылық қыласыңдар. Ва ин асатум фалаха. Жамандық қылсаңыз жамандық қыласың. Субханалла. Алла Құранда: "Олар ва ма qadarullah haqqa qadrihi" дейді Құранда. Құдайларын шын танымай жатыр дейді. Құдайды таныған адам неге намаз оқимын деген сұрақты еш уақытта қоймайды.
Құдайды таныған адам Аллахтан бөлек нәрсеге еш уақытта сыйынбайды. Субханалла. Біз таңғалған осы бүкіл әлемді, дүниені Аллах тағала хадисте жанаха бағуда дейді. Масаның қанаты құрлы, маған құны жоқ дейді. Таңғалған мына дүние Аллахтың алдында масаның қанаты құрлы, құны жоқ. Сол масаның қанаты құрлы жоқ дүниенің ішіндегі көрінбейтін диван үстіндегі біреу өзінше бір тіреп тұрғандай сөйлегісі келеді да. Ойланып көрейік деп қояды. Пенсияға, ең нормали сөйлеген пенсияға күте тұрсын дейді да Құдайды. Аузубилля, түсінсе қандай ауыр сөз екенін түсінер еді.